Ал енді қуыршақтың мындай шашын тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасаймыз. Ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. Кішкентай жіпті тартып, енді әр петляға прибавка жасаймыз. Он екі столбик без накида шығу керек. Келесі қатарда бір столбик, бір прибавка, 18 петля болып шығу керек. Бір столбик, келесіне прибавка, тоқып алдық. Бізде 18 петля болып шықты. Енді осы жерден 41 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Енді мына екінші петлядан столбик без накида тоқып шығамыз. Мен соңына дейін тоқып келдім. Мынандай болып шығады. Енді келесі петляға столбик без накидамен біріктіреміз. Енді осы жерден тағы да 41 петля воздушный теріп аламыз. Теріп алдық. Енді тура жаңағыдай столбик без накидамен тоқып шығамыз.
осылай тоқып келіңіздер. Аяғына дейін тоқып келдім. Енді келесі петляға тағы да столбик без накидамен тіркелеміз. Міне осылай. Бізде мына жерде 18 петля ғой, әр қайсысына осындайдан тоқып шығасыздар. Сол кезде бізде мынандай парик шашы шығады. Міне әр петляға мен 18 мынандай тоқып шықтым. Сосын бұны былай бүктейміз. Бүктеген кезде мағынаға шаш басына осылай тігіледі. Мына жоғар жағына тағы да 4-еуін бөлек тоқыдым. Мына бүйтіп көтеріліп тұрсын деп. Мына жерде тұрған 18 петляны осылай тоқып шықсаңыздар, сосын мына ішіндегі петля тұр ғой, мына жерде, осы жерге мен 4-еу тоқыдым. Сіздер түгел тоқсаңыздар да болады, бірақ мен былай қайырам ғой. Сол себептен жоғар жағына ғана тоқыдым. Осылай тоқып, шашын дайындап алыңыздар, сосын басына тігеміз. Енді қуыршағымыздың мынандай кішкентай құлағын тоқуды көрсетейін. Ол үшін тағы да кольцо амигуруми жасап, ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. Енді мына кішкентай жіпті тартамыз. Мінекей құлағымыз дайын болды осылай. Арада жіпті қиып, дәл осылай екі құлағын тоқып дайындап алыңыздар. Қазір басына тігетін боламыз. Енді қуыршағымыздың денесімен басын былай біріктіріп тігеміз. Мен мынандай сымды қолдандым, басы мықты болу үшін. Мына жерге былайынан осылай айналдыра, бағана жіп қалдырдық қой, осымен тігіп шығамын. Мінекей мен қуыршағымның басын денесіне тігіп қойдым. Құлағын осылай тіктім. Енді мына жерде бағана осылай шашын тоқыдық қой. Мына жерде 18 петляға мынандай әр нені тоқып шықтық шаштарын. Енді осыны былай екі бүктейміз де. Мына жерге төбесіне осылай тігіп шығамын. Мінекей мен қуыршағымды тоқып болдым. Міне осылай болып шықты. Шашын осылай тіктім. Мына жерде бантик тоқып әдемілеп қойдым. Міне осындай қуыршақтар болып шықты. Осымен видео сабағым аяқталды. Ұнап жатса тоқып көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.